Қымбатты қазақстандықтар, жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Жылымыз тек жақсылығын алып келсін. Еліміз аман, жұрт тынышта, әрбір отбасында әрдайым мереке болсын, береке болсын. Ең маңыздысы бүгінгі күні жер бетінде тек қана бейбітшілік болсын. Жаңа жыл дегеніміз, бала кезімізден бір ертегі күтеміз, әрбір жаңа жылдан бір қызықты оқиғалар күтеміз, бір келесі жылда бір керемет бір дүниелер болатындай балаша күтетін бір үлкен мерекенің бірі өзімнің жас күнімнен. Сондықтан да ең қызығы жаңа жылда қызықты оқиғалар да болып тұрады. Соның бірі менің де басымда болды. Осы өткен бір жаңа жылдардың қарсаңында 30 желтоқсанда осы Ақтау қаласында бір жаңа жылдық бағдарламаға қатысуым керек болып, соған барып 31 күні таңертең ұшып келуіміз керек. Енді жоспар бойынша 31 күні келіп, жаңағы дастарханымызды дайындап, бауырсағымызды, дәлішімізді пісіріп, жаңа жылды жанұямызбен, бала-шағамызбен қарсы аламыз деген ой. Бірақ айтады ғой, жоспар құрып, Алланың күлкісін келтірме деп. Біз ойлаймыз, бірақ барлығы Алланың қолында. Соныменен таңертең 7 күні 7-де ұшатын ұшағымыз кешкі сағат 7-ге дейін ауа райына байланысты әуежайда отырған жайымыз бар. Содан Алладан сұрайтынымыз аман есен жанұямызға жетіп алып, осы жаңа жылда бала-шағамыздың ортасына жеткізе көр деп тілеп отырып, әйтеуір түнгі сағат 10-да Алматыға жетіп, енді қайда дастархан дайындауға уақытта қалмады. Жолға кіріп, жаңағы дастархан деген дүкеніміз аман болсын, соған келіп, апыл-ғұпыл бауырсақты да алдық, кәмпитті де алдық, басқаны да алдық. Сөйтсек, жаңа сатушылар күледі, сіздеріне сонда үйіңізге барғанда осылай жаңағыдай дүкеннен алып жасай саласыз ба деп айтамыз. Ой, бұлмай қазір келіп жатырмыз. Жеткенімізге Құдайға шүкір деп. Сөйтіп, аман есен түнгі сағат 11:30-да үйге жетіп, жанұямызбен жаңа жылды әйтеуір қарсы алып, сол күніміз бір жақсылықпен, қуанышпен болған болатын. Сондықтан да қымбатты қазақстандықтар, алыста жүрген, жол сапарда жүрген азаматтар, осы жаңа жылды жанұяңызға аман есен оралып, бірге қарсы алуға Алла нәсіп етсін. Отбасыларыңыз аман болсын, тек қуаныш болсын, жылдан жылға аман есен отбасыңызбен бірге жете беріңіз. Елімізде тек қана жақсылық болсын, жаңа жылдарыңыз құтты болсын.